Армысыз құрметті көрермен, Алматыдан 60 шақырым жердегі Қапшағай, дәлірек айтқанда Қонаев қаласындамыз. Өздеріңіз біліп отқандай, Бақылайық ақпараттық тамдық бағдарламасының кезекті саны Алматы облысының орталығы атанған Қонаев қаласында жалғасын таппақ. Ендеше қаланың тыныс тіршілігімен бірге танысайық. Қапшағайдың жер аумағы 3,65 мың шаршы шақырым, халық саны 62 мыңнан асады. 2 округ, 11 елді мекен бар. Жасыратын жоқ, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қапшағайда облыс орталығы болады деген шешімі ел күтпеген оқиға болды. Республикадағы іргеліде ірі өңірлердің бірі екіге бөлінеді деген үш ұйықтаса да түске кірмейтін тосын хабарға тосылып та қалдық. Алайда кесіліп-пішіліп қабылданған шешімнің дұрыс-бұрыстығын таразылауды уақыттың өзіне қалдырайық. Халықтың қалауын ескеріп, мен бүгін бірқатар бастама көтергелі отырмын. Алматы агломерацияна қатысты түйткілдер көп. Облыс тұрғындары негізінен қала төңірегіне шоғырланған. Ұзын ағаштағы немесе талғардағы мәселені сонау Талдықорғанда отырып шешу оңай емес. Облыс орталығына бару үшін халықтың алысқа сабылуына тура келеді. Осы және басқа да жайттарды ескере отырып, Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Біз ұланғайыр жеріміздің байырғы атауларын, ұлы тұлғаларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. Мәселен, Қапшағай қаласы халқымыздың біртуар перзенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын. Бұл алдымен ұлттың жадынан жылыстамаған ұлы перзентіне деген халықтың ыстық ықыласы. Сағым боп көрінген арман шағын қаланың бағына бұйырды. Қонаев деген атау қалың бұқараның қолдауына ие болды. Тіпті әлеуметтік желіде қаланың атауы Дінмұхамед немесе халқы өзі еркелеткендей Димаш болсын дегенде пікірлер жетеді. Қалай дегенмен де халқына еңбегін сіңірген қайраткердің құрметіне қаланы қалай атаса да жарасатын секілді. Димаш Ахметұлы осы қаланың салынуына себепші болған алғашқылардың бірі еді. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 16 наурызда Қазақстан халқына жолдауында Алматы облысын екіге бөлуді ұсынған болатын. Құрғалы жатқан Жетісу облысының құрамына 8 аудан, 2 қала мен 352 ауылдық округ біріктірілсе, Алматы облысына 9 аудан, 1 қала мен 380 елді мекен қарайды. Сәйкесінше облыстың да діни ахуалы назардан тыс қалмауы керек. Құрметті көрермен, Қонаев қаласындағы сапарымыз жалғасуда. Біз қазір осы өңірдің діни ахуалы жайында біліктілігі жоғары деңгейлі дінтанушы маман Келімжай Сәрсенұлынан сұрап көрмекпіз. Келімжай мырза, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Алдымен бірінші сауалымды осы шаһардың діни ахуалы жайында қойсам. Діни ахуал турасында қысқаша баяндап өтсеңіз. Қала аймағында 4 конфессия өкілдері бар. Жалпы діни бірлестіктердің саны 19. Оның ішінде 6 ислам бағытында мешіттер, 2 православ шіркеуі, 1 католик шіркеу және де 10 протестант бағытындағы шіркеулер жұмысын атқаруда. Қазіргі таңда діни ахуал тұрақты. Өзімізге белгілі, Қонаев қаласы Алматы облысының орталығы атанып отыр. Соған байланысты тұрғындардың да осы қалаға ағылуы, сәйкесінше осы қалада тұрғындар санының артуы байқалуы мүмкін. Ал діни бірлестіктер санының артуы мүмкін бе? Жоғарыда атап айтқандай 6 мешіт жұмысын атқаруда, 1 мешіт құрылыс аясында. Келімжай мырза, мына өңір тұрғындарының, қала тұрғындарының дін саласына қатысты туындаған сұрақтарына қандай жерлерде жауап беріледі? Және мына ақпараттық түсіндіру жұмыстары туралы не айтасыз? Қазіргі таңда әлеуметтік желіде
Қонаевтың парақшасы ашылған. Осы парақшаға тұрғындар өзінің керекті көкейіндегі сұрақтарын қоя алады. Ол сұрақтарға міндетті түрде жауап беремін. Сонымен қатар жыл басынан бері Қонаев қаласының біліктілігі жоғары деңгейлі мамандардан құрылған басшылардан тұратын 14 мүшеден тұратын ақпараттық түсіндіру тобын құрғанбыз. Ақпараттық түсіндіру тобы қазіргі кезге дейін өзінің жұмысын атқаруда. Кеулімжай мырза, сұхбатыңызға мыңдау рахмет, алдағы атқарар жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Құрметті көрермен, ал біз ары қарай сапарымызды жалғастырамыз. Қапшағайдың облыс орталығы атанғанын діни бірлестік өкілдері де оң ықыласпен қабылдады. Айтуларынша бұл шешім ел экономикасының дамуына серпін беріп, өңірдің тұрақтылығы мен тұтастығын одан ары нығайта түседі. Міне уақыттың еншісі барлық ем келіп жатыр. Енді сол халқымыздың діттеген бір мақсаты ғой. Осы совет заманы кезінде де біздің басшыларға осындай үлкен жауапкершілік нәсіп болды. Қазақ халқын совет заманынан да алып өту, сол совет заманына лайықты қылып қазақ халқын дайындау. Осындай үлкен жауапкершілікті тамаша мойнына алып атқарған қазақ халқын осы тәуелсіздік жылдарға жетелеген ірі бірегей тұлғалардың бірі әрине Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Бұл халықтың жадында қалған көсем. Қазіргі алдыңғы толқын сендердің аталарыңның, ағаларыңның көзі көрген көсем. 90 жылдар дүниеден өткеннен кейін осы 30 жыл ғұмыр кештік, тәуелсіздік Құдайға шүкір жеткен жетістігіміз де бар. Соның арқасында міне қазір арқа-жарқа болып жатқан жетісулықтардың жайы бар, қуанып жатырмыз. Баршамызда бүкіл халық қуанып жатыр. Өзінің тұрғызған қаласы, өзінің атаған Қапшағай деп шағын шуақты шаһары, міне бүгін халық дұрыс баға беріп, оны мына қазіргі билік қолдап, қазір міне шаһарымызға сол ірі тұлғаның аты беріліп жатыр. Қазір Қонаев қаласы болды. Salamet Sezbie, Koszkiem Dęsder. My находимся в храме областного центра города Конаев. В этом году все жители города Конаев получили большой сюрприз, потому что решением президента Республики Казахстан Касыма Жомарта Токаева город Капчагай стал областным центром и тоже получил новое название город Конаев. Мы надеемся, что сейчас статус нашего города поднимается и что инфраструктура этого города будет еще больше развиваться. В последние времена наш город очень сильно покрасивел, очень много ремонтов, очень много таких хороших изменений и большой красоты. Поэтому мы надеемся, что еще будет получше, потому что надеемся тоже на новое место работы для жителей нашего города. Ну и будет нам жить еще лучше. Здравствуйте, меня зовут Галина Алексеевна Ким, я представляю этнокультурное объединение корейцев города Капчагая. Наш Капчагай с каждым днем становится лучше и лучше, и мы очень рады, услышали весть, что наш Капчагай станет областным центром, когда наш город переименовали, мы были очень рады этим новостям. Конечно, нам придется претерпеть какие-то неудобства в связи сейчас с переездом областного центра, да? Но строительство уже началось, и в скором времени мы сами будем удивляться, насколько наш город красив. И так у нас сейчас и городской пляж, и столько много, все дворы благоустроены, заасфальтированы. То есть за последние десятилетия, вот последние годы, большой показатель, большие изменения. Поэтому, конечно, жители очень рады. Қаланың қалтасын қомпайтып, қазынасын толтырып отырған сала туризм саласы. Өткен жылдың өзінде көлге келіп демалушылар саны 1 миллионға жуықтаған. Көлді аймақ аумағында бүгінгі күні 126 туристік нысан орналасқан.
Бүгінде республикамыздың Лас-Вегас атанып кеткен Қапшағайда дүйім көпшілік казиномен елестетеді. Олай болуы да заңды. Өйткені Қазақстандағы казино мекемелерінің жұмыс жасауына рұқсат етілген аймақтардың біріншісі Ақмола облысындағы Щучинск қаласы болса, екіншісі дәл осы Қапшағай қаласы. Осы ретте қазақтың біртуар азаматының атын құмар ойындардың отанына айналған қалаға беру қаншалықты дұрыс деген сауал төңірегінде екіұдай пікір қалыптасқан. Саясаттанушы Ғазиз Әбішев Стан KZ сайтына берген сұхбатында алдағы уақытта бұл мәселелер қаралып, өзгеріп қалуы мүмкін екенін жасырмады. Сонымен бірге барлығы қазақтың жері екенін айтқан ол, казинодан келіп кетер қауіп жоқ деп санайды. Бұл сұрақтарға алдағы уақытта оралуымыз мүмкін, бірақ бір-екі казиноның жұмыс істегеннен еш әбестік көрмеймін. Мысалға, украиндар үшін Киев қаласы қандай қасиетті болса, орыстар үшін Мәскеу қаласы да дәл сондай. Ал бұл қалаларда екеуінде де казинолар бар. Біз үшін де әр қаланың өзіндік тарихы мен естеліктері бар екенін ұмытпаған дұрыс. Ал қоғам қайраткері, ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім болса, облыс орталығы болғаннан кейін мұндай мәселелер шешімін табады дейді. Оның пікірінше, ешкіммен санаспай қабылданған бұл шешім туристік аумақтардың құнын тым қымбаттатып жіберген. Кезінде құмар ойындарын қалалардан шығару туралы бұйрық болды. Сондықтан биліктегілер Бурабай мен Қапшағайды таңдап алды. Мысалы, ақш-та осындай заң пайда болғанда олар шөл даланың қақ ортасынан Лас-Вегас деген қала салды. Қатты ойнағыларың келіп жатса, өздерің жетіп алыңдар дегендей. Ал бізде адамдардың демалатын ең тамаша жеріне келіп казино салды. Бұл үлкен ақымақтық. Осының кесірінен Бурабай мен Қапшағай қарапайым тұрғындардың қалтасына сай келмей қалды. Ал Қонаев пен казино тіптен парадокс. Достар, баған бері казино деп жатырмыз ғой. Жалпы осы казино туралы бір инсайт айта кетейін. Ұзын құлақтан естуімізше, қала аумағында орналасқан казинолардың барлығы да Алакөлдегі Ақши демалыс аймағына ауыстырылуы мүмкін деген сыбыс бар. Бұл әрине уақыттың еншісіндегі әңгіме. Өйткені кім қомақты пайда түсіріп отырған май-шелпекті құрдан құр бере салады. Не болса да біздегі олигархтар мен билік өкілдерінің біраз саудаласуына тура келетін сияқты. Негізінен бұл жақтағы аңсары азарт қауған адамдар Алматының жақын орналасу себебінен ғана осы жаққа ағылып жүр. Енді сіз Үшаралдағы шұрық тесік жолмен өтіп казино ойнауға шешім қабылдасаңыз, онда қос өкпеңізді қолыңызда ұстауға дайын болыңыз. Мен Алып шаһар Алматының арасын байланыстырып жатқан Қапшағайдың, кешіріңіздер, Қонаев қаласының біз қысқаша баяндаған бүгінгі таңдағы аяқ алысы осы дүниелер. Уақыт өте келе араға қосылған жылдар жылнамасы кешеден келешекке бет алған Шахбас шаһардың әлеуметтік әл-ауқатына да елеулі өзгерістер әкеледі деп сенейік. Сол дүниелерді бірге көруді жазсын. Достар, осымен кезекті сапарымыз тәмам. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір білдіруді де ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше аман сау болайық. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, онымен қоса тәтті сөзіңді. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, онымен қоса тәтті сөзіңді. Сенің қара көздеріңді жырлай, бақытым ау менің сенің қара көздеріңді сүйіп жанып жырлай, сенің қара көздеріңді жырлай.